Менің атым Аида. Бұл менің отбасым. Анашым. Ау, кел ғой. Шымыз пісті. Не істейік? Ойнайық. Ойнайық па бірге? Жақсы онда. Асырса ойнаған, ойынға тоймаған, тек қана тамақтың тоқтығын ойлаған, нұр төгіп айналам, құлпырып жайнаған, бақытты балалық шақ. Нұр төгіп айналам, құлпырып жайнаған, бақытты балалық шақ. Бақытты балалық шақ, тәттісін еткен, бақытты балалық шақ, шуағын көккен, бақытты балалық шақ, көңілім көккен, бақытты балалық шақ, қызықпен өткен, бақытты балалық шақ, қызықпен өткен. Таусылып тағатым, мектепке баратын, сабақтан мис алып, қуанып қалатын, бақытты күні көп, қайғысы мұңы жоқ, бақытты балалық шақ. Бақытты күні көп, қайғысы мұңы жоқ, бақытты балалық шақ. Бақытты балалық шақ, тәттісін еткен, бақытты балалық шақ, шуағын көккен, бақытты балалық шақ, көңілім көккен, бақытты балалық шақ, қызықпен өткен, бақытты балалық шақ, қызықпен өткен. Айко, мен саған ертегі оқып берейін, жарай ма? Түсінесің ба? Білмеймін. Екі дос деп аталады. Bir күні екі дос орманда келе жатады. Кенеттен алдарынан бір аю шыға келеді. Сол кезде біреуі қаша жөнеледі. Екіншісі талға өрмелеп жасырынып қалады. Қашқан жігіт ортада қалып кетеді. Алайда не істерін білмей тұрғанда ойына, өлген адам сияқты жерге етбетінен жата қалсам, бәлкім құтылып кетерім деп жата қалады. Аю келіп оны ескелей бастағанда, демін жұтып, дем алмай жатады. Аю кеткен соң, талға өрмелеп кеткен досы төмен түсіп, досының қасына келіп күліп, айтшы, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады? Дейді. Сонда досы, досыңа қауіп қатер төніп тұрғанда, қашып кеткен адамдардан сақтану керектігін айтты дейді. Саған ұнады ма? Ұнады. Сенің досың бар ма? Бар.